Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің практикамыздың тақырыбы өңірлерді өңдеу. Жалпы өңір асты дегеніміз не? Өңір астын өңдеу негізгі матадан жасалатын бөлшек, онымен қайырмалар мен киім-кешек өңірлері өңделеді. Олар киім-кешектің ішкі жағына орнатылады. Конструкциясына қарай өңір астылары алдының бөлшектерімен тұтас пішілген және қиылған болып келеді. Қиылған өңір астылардың қиықтар атауы негіз жібі өңір астының сыртқы қиығындағы тік аумағынан өтеді. Өңір астын бір немесе екі жалғамамен пішеді. Жалғамаларды қайымдау тігісімен біріктіріп айыра үтіктейді. Тігісі 0,5-0,7 см. Негіз жібі жалғамаларда өңір астындағыдай өтеді. Ашық суретті матадан тігілген киім-кешектің өңір астырында жалғамаларды қайып тіккен кезде суреттерді қиыстырады. Үстіңгі жалғаманы қайып тігу тігісі бірінші ілмекке 3 см немесе 3 см-ден кем емес алақашықта төмен орналастырады. Жалғамаларды қайып тігу тігісі ілмектерден 3 см алшақтықта жүргізіледі. Қайырмалы киім-кешектердің үшінші өңір астын пішкен кезде мына суретте көрсетілген өңір астындағы қайырманы аумағына алдынан қайырмасын бүгуге, әдіптеу тігісін оқа жасауға және қайырма бұрышымен оның ұзындығын бойына қойымдылық жасау үшін қосымша жалғайды. Қосымша қосу матаның қасиетіне байланысты, әдетте ол 1,5-2 см-ге тең. Өңір асты алдынан 2-3 см ұзын болуы керек. Өңір астының ені қиығы бойынша 2-3 см өңір астының ішкі қиығын мойындықтың ұшында аяқталуы мүмкін. Үстіне дейін түймелікті киім-кешектерде өңір пішіні бойынша жоғарыда сипатталған ережелерге сай пішеді. Жолақты немесе торлы матадан тігілетін киім-кешектер өңір астында жолақ өңір мен қайырма қиығына параллель болуы керек. Ол үшін өңір астын ішкі қиық бойынша бірінші ілмектің деңгейінде жия үтіктейді. Жия үтіктеудің көлемі қайырманың пішініне байланысты болмақ. Өңір астын өңдеп болғаннан кейін оны үтіктейді және қосымша сызба үлгімен пішімін дәлдейді. Киім-кешек қайырмалары әртүрлі пішінде, әртүрлі ұзақтықта болуы мүмкін. Ол мына суретте көріп отырғандарыңыздай, киім-кешек қайырмалары бойынша егер қайырмада бұрыш тұйық болса, А және Б суретіндегідей, онда раскеп қайырмай кертігінің жалғасы болып кетуі керек. Етек шеті ашық, астарлы, қысқа астарлы немесе астарсыз киім-кешектерде, сонымен қатар киім-кешек пен астарды біріктіру амалына қарай өңір астының ішкі қиықтарын тепшиді, кертеді немесе астарлы немесе әрлеу материалынан жолақ арқылы кеуде деңгейіне дейін жиектеме жүргізіледі. Алдарыңызда көріп отырған суреттерде тұтас пішілген немесе қоса пішкен өңір астыларының түрлерін қалай өңдеу керектігі көрсетілген. Бірінші, екінші және үшінші суретте бұл тұтас пішілген өңір асты. Төртінші, бесінші суретте бөлік пішілген, яғни екі бөлшектен тұратын өңір асты. 6, 7, 8, 9 суреттерде бұл үстіңгі бөлігі бөлік пішілген екі бөлшектен тұратын өңір асты. Өңір астының өңдеу тәсілі көрсетілген. Яғни бұл жерде бірінші суретте бөлшектерінің жалпы түрі көрсетілген және негізгі сызықтар. Келесі 7-ші суретте бірінші қай жерді қосамыз, яғни өңір астының астынан 3 см деген жаңағы 3 см-ден кем емес болып тігіс жүргізіп аламыз. Екі жағынан бекітпе міндетті түрде орнатылады. 9-ші суретте оны яғни теріс жағына аударып өңір бойымен және жаға қиығы бойынан тігіс жүргізіп қиық жүргіземіз, яғни кесеміз бөлінетін бөліктерде.
8-ші суретте ол жаңағы сызықтың қалай өңір бойында көрсетіліп тұр. Және 10, 11, 12-ші суреттерде бұл өңір асты емес, жай ғана тимелік түрінде кездесетін өңірлер, ол бірнеше рет қайрылу арқылы өңделетіндігі көрсетілген. 11-ші суретте көріп отырғандарыңыздай түзу сызықты көктеу тігісімен алдымен көктеп, ылғалды жылу өңдеп болғаннан кейін машина тігісі жүргізіледі екен. Келесі суретте көріп отырғандарыңыз бұл өңделіп болған өңір асты. Бұл жерде өңір асты бізде тұтас пішілген екендігі көрініп тұр, себебі мынау қиықта ешқандай тігістің ізі көрінбейді. Ал жаға бөлігінде ішке қайырылып тігілген және де жаға астында әдіп орналасқан. Енді сіздерге берілетін үй тапсырмасы өңір астыларының түрлеріне қағаз немесе матаны қолдана отырып макет түрлерін жасау. Әрине макеттің түрі үлкен адамдарға емес, қуыршақтарға келетіндей етіп жасасаңыздар болады. Оны машина емес, қол тігісімен өңдейсіздер толықтай, және де ылғалды жылумен өңдеуді ұмытпау қажет. Осы видеода көрсетілген өңір асты тұтас пішілген және бөлек пішілген өңір астыларының түрлерін көрдіңіздер. Оны жағасыз өңдесеңіздер де болады. Сондай-ақ дайын болған бұйымның қаншалықты сапасы жоғары екенін суретке немесе видео материалға түсіру арқылы маған кері байланысқа email почтасы, WhatsApp немесе Google Classroom арқылы байланысқа шықсаңыздар болады. Бағалау критерийлері және барлығыңызға түсінікті. Тақырыпты, тапсырманы толықтай дұрыс орындаған студент өте жақсы 5 деген бағалады. Қателік, 1-2 қателік және де ұқыпсыз орындалған болса, онда 4, немесе мүлде дұрыс орындалмаған болса 3 деген бағаны аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.